Ассалаумағалейкум жігіттер. Енді біреуің білсе, біреуің білмейтін шығарсыңдар. Мына телефонда память көбейтуге болады да, ішінде керек емес нәрселерді удалить етіп. Соның біріншісі настройкаға кіресің. Сосын память дегенді басасың. Мысалға міне внутренняя память деген 16 гигабайт, тек 1 гигабайт пустой да. Анау астындағы CD карта. Соның ішінде очистка памяти деген бар. Басқа телефондарда очистка кэш деп тұратын шығар, кэш ама кэшті удалить ету деп тұрады. Міне, мысалы очистка памяти кіріп жатыр. Мына мегабайт деп тұрғандар ішінде керек емес нәрселер да көбісі. Андай, мысалы Инстаграмға кіргенде, ВКонтактеге кірген кезде сағадай жиналып қалатын нәрселер, міне 1 гигабайт деп тұр, керек емес нәрселер деп тұр да, соның барлығы белгіленіп тұр. Инстаграмға кіргенде, пиксартқа кіргенде мына суреттерің удалить етіліп қалмайды, ішіндегі фотошоппен, датпен жасалған бәрі сақталып қалады, тек керек емес кэшті удалить етіледі. Удалить дегенді басасың, удаление жүріп жатыр. Все, готово басасың. Память жаңағы 1 гигабайт сәл көбейді, жарты гигабайтқа дейін. Сосын екіншісі файлы деген кіреміз. Сосын внутренняя память. Осының ішінде WhatsApp деген папка ішіне кіресің. Мына database деген WhatsApp-тың уақыты сақтала ма сондай нәрсе ғой. Сведениясын қарайсың, 892 мегабайт кетіп тұр да. Бұны удалить етсең, еш нәрсе кетпейді. Жаңағы телефон ішінде WhatsApp-тан келген SMS видеоларын кетпейді. Тек историяң кетіп қалады да. Соны удалить етіп тастайсың, 892 мегабайт. Сосын медиа деген папкаға кіресің. Соның ішінде мысалға любой нәрсеге кіріп, аудио send дегенді басып тұрасың да, сведениясын қарайсың. Send деген отправки да, жіберілген нәрселер. Мысалға видеоны кіресің да, send деген папканың сведениясын қарайсың. 177 мегабайт алып тұр да. Send деген басқа біреуге жіберген видеоларын группаға, мысалға сол жіберген видеоларын саған керек емес болса, удалить етіп тастайсың. Ал егер мына видео дегенді удалить ететін болсаң, онда саған жіберген видеолар да кетіп қалады да. Мысалға енді қарасаң памятің саған 1.9 еді, 1 гигабайт 90 мегабайт еді, енді 2,5 гигабайт болды. Сәл памяті көбейеді да. Аналар керек емес нәрселер бар. Сол істеп қараң, енді білмесеңдер жалпы. Білетіндер енді өздері білесіңдер ғой.